Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Каменка ауылы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Көпболсын Айша. Табиғатты аяла жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілердің аудандық форумында. Гипотезасы: жарамсыз люстра, істен шыққан электроникалық тоқ сымдары мен патрон, қоқыста жатқан кондитерлік қорапшалар қалдығы, көкөніс көшеттерінің пластикалық ыдыстары және осы аталған қоқыс қалдығынан үстел шамы мен органайзер қол бұйымын жасап шығару. Өзектілігі: адамзат баласының бүгінгі ең көкейтесті мәселесінің бірі тұрмыстық қалдықтарды жою, қайта өңдеу мен кәдеге жарату. Сәлем оқырмандар, мен Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Көпболсын Айша. Мен бүгін сіздерге өзімнің қоқыстан жасалған кішігірім бұйымымды көрсететін боламын. Менің бұл бұйымдарға қолданған заттарым: ең бірінші осындай қолданыстан шығып кеткен люстра, және де осындай топ. Мен ол топты осындай протонға жалғадым, және де осындай шамшырақ. Және де осы тоқтарды жалғау үшін маған осындай кеп ауыз бен отвертка керек болды. Бұл санды құрастыру үшін осындай торттың астына картонды алып, осындай баллончикпен қызыл түске боядым. Осы картонды алып, шамға келетін өлшемді осылай дөңгелек қылып кесіп, осылай протонға кигіздім. Ары қарай шамшырақ салып, осылай протонға кигіздім. Ал енді шамымызды толықтай құрастыруға кірісеміз. Осындай бізге торттың қабығы керек болады. Оны осылай клейлейміз. Келесі кезекте мен осы торттың қабығының сыртын безендіру үшін осындай қолдануға жарамсыз жалюзиді алып, осындай көбелектер шығардым. Және де осыны қазір жабыстыратын боламын. Мен көбелектерді жабыстырып болдым. Ары қарай осы пластикалық ыдыстарға осындай шашқа арналған бұйымдарды салатын боламыз. Осымен менің өзімнің қолымнан жасаған шамым дайын. Енді қазір мен сіздерге осы шамды қосып көрсететін боламын. Және де
бұл шамның пайдасы мен өзім қараңғыда отырып сабақ оқи аламын, және де қараңғы бөлмеде қосып қойсам болады. Және де екінші қолжетімділігі осындай шашқа тағатын бұйымдарды осындай ыдыстарға сала аламыз. Осымен біздің қолжетімді шамымыз аяқталды. Мен осындай әдемі қолжетімді шамды шығардым. Былайша айтқанда светильник. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Қорытынды. Мен жасаған үстел шамы мен органайзерде бөлмемдегі лампочкаға күйіп кеткен жағдайда үстел шамының жарығы көмегімен үй жұмысын орындаймын. Органайзерге ұсақ-түйек заттарды, термелер, пистолеттер, шаш қыстырғыштарын салып қоямын. Үстел шам шырағының жарамдылық мерзімі өте ұзақ.